Сәлем достар, менің арнама хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ашытқысыз, содасыз дайындалатын өте жұмсақ шелпек пісіреміз. Ол үшін жұмыртқамызды, қантымызды, тұзымызды жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін кішкене майонез қосамыз. Майонез қосу міндетті емес, бірақ мен жұмсақ болу үшін қосам. Күнбағыс майын және сүтті қосып, осылардың барлығын жақсылап тұрып тағы да араластырып аламыз. Мінекей осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін аз-аздан ұнымызды қоса отырып, оны да жақсылап араластырамыз. Тағы қалған бөлігін қосып, тағы да араластырамыз. Осылай араластыра келе, қолымызбен ары қарай илеп, мынандай жұмсақ, жабыспайтын қамыр илеп шығамыз. Мінекей осымен шелпегіміздің қамыры дайын болды, өте жұмсақ, қолға жабыспайды. Қамырымызды пакетке салып, 20 минутқа қойып тындырып аламыз. Дайын болған қамырды 20 минут өткеннен кейін өзімізге қажетті бөліктерге бөлеміз. Мен 7 немесе 9 бөлікке бөлем. Әр бөлікті осылайынан дөңгелетіп дайындап алам. Дайын болған осы дөңгелектерді оқтаудың көмегімен жақсылап тұрып жайып шығам. Қалыңдығы қалың емес, жұқа ғып жайып алам. Өте жұмсақ, тез жайылатын қамыр. Мінекей мынандай қалыңдықта жайып аламын да. Дайын болған шелпегімізді қызып тұрған майға салып, жақсылап қуырамыз. Шелпегіміз біркелкі қуырылу үшін шанышқының көмегімен ақырын айналдыра отырып қуырамыз. Бір жағы қызарғаннан кейін екінші жағын аударып, екінші жағында қуырып аламыз. Дайын болған шелпегімізді майын сорғытып аламыз. Мінекей достар, осымен біздің шелпегіміз дайын болды. Ашытқысыз, содасыз дайындалған өте дәмді, өте жұмсақ шелпек болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің видеомды соңына дейін көрсеңіздер, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз.